Жер бетін қалың қар басқан қыс мезгілі болатын. Терезенің алдында ханшайым кесте тігіп отыр еді. Ғажайып қиялға бөленіп отырып, байқаусызда қолына ине кіргізіп алады. Кестенің үстіне 3 тамшы қан тамып кетеді. Сонда ол, шіркін, бет-жүзі мына қар сияқты әппақ, бетінің ұшы мына қан сияқты алқызыл, шашы мына терезенің жақтауларындай қап-қара бір қызым болса ғой, деп ойлайды. Көп уақыт өтпей ханшайым жүкті болып, өмірге қыз әкеледі. Ол қыз қардай әппақ, бетінің ұшы қан сияқты алқызыл, шашы қап-қара болатын. Оған Ақшақар деген ат қояды. Алайда ханшайым бірнеше сағаттан кейін қайтыс болып кетеді. 1 жыл өткеннен соң патша басқа әйелге үйленеді. Жаңа ханшайым өте сұлу, тәкаппар болатын. Ешкімнің сұлулығы өзінен асып кеткенін қаламайтын еді. Өзінің бір сиқырлы айнасы болады. Күнде сол айнаға қарап, сағаттар бойы өзіне тамсанып, одан «Айна, айна, айтшы айна, менен асқан сұлу бар ма?» деп сұрайды. Сонда айна оған «Бұл дүниеде сізден асқан сұлу жоқ» деп жауап береді екен. Ақшақар 14 жасқа келгенде айнасы «Ханшайымым, сіз сұлусыз, бірақ Ақшақар сізден де асқан сұлу» деп жауап береді. Мұны естіп ызадан жарылардай болған ханшайым қызғаныштан жүрегі қарс айрылып, күндіз күлкіден, түнді ұйқыдан қалады. Амалы таусылған ханшайым Ақшақардың көзін құртуды ойлап, сарайына аңшылардың біреуін шақыртып алып, «Мына қызды орманға апарып өлтір, өлтіргеніңнің дәлелі ретінде маған оның жүрегі мен өкпе бауырын алып кел» деп тапсырма береді. Аңшы Ақшақарды орманға әкеліп, өлтірмекші болып пышағын шығарады. Бірақ Ақшақардың жылағанын көріп, оны өлімге қимайды. Ақшақарды жібере салып, көзінен ғайып болғанда, оны өлтіруге дәтім бармайды. Түн жамылғанда бір аю немесе қасқыр жеп кетер, деп келе жатқанда алдынан бір қабан шығады. Қабанды өлтіріп, жүрегі мен өкпе бауырын кесіп алып, ханшайымға апарып береді. Байғұс қыз қалың орманда жалғыз қалады. Кеш батып, қас қарайғанда, таудан асып келе жатып, кіп-кішкентай үйшікке кезігеді. Есігін ұрса, ешкім ашпайды. Бел буып, не де болса ішке кіреді. Үйшіктің ішінде ұзын үстелдің айналасында 7 кішкентай орындық, азықтарға толы 7 кішкентай табақ, қабырғаның бойымен тұрған 7 кереуетті көреді. Әрі күтіп, бері күтіп, ешкім келмеген соң, қарны ашып, шаршаған қыз әрбір табақтан бір-бір қасық тамақтан жеп, 7-ші кереуетке жатып, ұйықтап кетеді. Біраз уақыт өткеннен соң үй иелері де келеді. Олар таудың ішінде қазба байлықтар қазатын 7 ергежейлі екен. Ақшақарды көріп, қандай сұлу қыз деп, таң атып, Ақшақар ұйқысынан оянады. Қасындағы кішкентай адамдарды көріп, ол қорқып кетеді. Біраз уақыт өткеннен соң оларға үйленіп, олардан жамандық келмейтінін, жақсы адамдар екендігіне көзі жетеді. Ергежейлілер Ақшақарға үйлерінде тұруға рұқсат береді. Олар жұмысқа кетіп бара жатып, «Есікті ешкімге ашушы болма, егер өгей шешең біліп қойса, сені өлтіруге тырысып жүрмесін» дейді. Бір күні ханшайым айнасына қарап сұраса, «Ханшайымым, сіз сұлусыз, бірақ таулардың ар жағындағы ергежейлілер кішкентай үйдегі Ақшақар
сізден де сұлу деп жауап береді. Мұны естімесін ашуға булығып, сол сәттен бастап қызды тауып алуды ойластырады. Саудагер кемпір болып киініп, қолына лента толы керзеңке алып, орманға келеді. Ергежейлілердің үйіне жеткенде, «Ленталарым бар, әдемі ленталар» деп дауыстап, есік қағады. Кім екен деп терезеге қараған Ақшақар ленталарды көріп, көзі қызығып кетеді. Ешқандай зияны тимес деп есікті ашады. «Сұлуым, саған осы лента ұнайды ма?» деп саудагер лентаны Ақшақардың мойнына байлап бермекші болады. Ақшақар есінен танып құлап кеткенше лентаны барынша тартып байлайды. Кешке таман гномдар келеді. Ақшақардың еденде сулық жатқанын көріп, дереу мойнындағы лентаны үзіп, Ақшақарды аман алып қалады. Ертесіне Ханшайым айнаның алдына келіп отырады. Айнадан Ақшақардың тірі екенін естіп, қатты ашуланып, зұлымдығын жүзеге асыру үшін тауға қарай жөнеледі. Бұл жолы «Тарақтарым бар, керемет тарақтарым» деп ергежейлілердің үйінің есігін қағады. Ақшақар кәрі әйелдің қолындағы тарақты көріп, өзіне жасалған қастандықтарды ұмытып, есігін тағы да аша салады. «Шаштарың қандай әдемі, кел шашыңды тарап берейін» деп саудагер мақтауын асыра түседі, бірақ тарақ улы болады. Тарақ тиген бойда қыз есінен танып, құлап түседі. Тарақ тиген бойда кешке келген гномдар улы тарақты шашынан ажыратып алғанда, Ақшақар қайта есін жинайды. Осылайша 3-ші рет аман қалады. Ертесіне Ханшайым айнаның алдына келіп отырса, Ақшақардың тірі екенін естіп, қатты ашу булығады. Бұл жолы қызыл алманың жартысын өте улы затпен ойлайды. Қайыршы кемпірдің киімін киіп жолға шығады. Сұлу қызыма алма берейін деп терезеден қараған Ақшақарға, қаласаң терезеден берейін, есігіңді ашпасаң да болады. Әлде менен күмәнданып тұрсың ба дейді қайыршы. Ақшақардың ойланып тұрғанын көріп, өз алманың уланбаған жерін тістеп, «Ала ғой, қандай тәтті алма» деп қызға қолын созды. Қыздың алманы тістегені сол еді, жерге құлап түседі. Залым Ханшайым терезеден ішке үңіліп, қыздың қимылсыз жатқанын көріп, «Ақыры сенен құтылдым» деп қуанып, сақ-сақ күліп кетеді. Ертесіне айнадан «Дүниедегі ең сұлу кім?» деп сұрайды. «Сіз Ханшайымым» деген жауап алады. Бұл жолы ергежейлілердің ешқайсысы Ақшақарды оята алмайды. Арадан 3 күн өткен соң үміттерін үзеді. Сұлу қыз тәтті ұйқыға еніп кеткендей жатады. Ергежейлілер оны жерге көмуге қимай, үнемі көріп тұру үшін шыныдан табыт жасап, табытты таудың шыңына апарып қойып қойды. Бір күні ергежейлілерге ханзада қонақтап келеді. Сол жерден өтіп бара жатып, шыны табыттағы Ақшақарды көріп, ғашық болады. «Табытты маған беріңдер» деп ергежейлілерге жалынады. Ергежейлілер жігітті аяп, табытты алуына рұқсат етеді. Ханзада нөкерлеріне табытты көтертіп, сарайына жол тартып келе жатқанда, нөкерлерінің біреуі жерде жатқан тасқа жалынып, құлап түседі. Сол кезде табыт шайқалып кетіп, қыздың тамағына кептеліп қалған алма ұшып шығады. Ақшақар қайта оянып, көзін ашса, көз алдында сүйкімді Ханзаданы көреді. Оған сол мезетте ғашық болады. Бірнеше аптадан кейін некелесіп, дүркіретіп той жасайды. Тойға шақырғандардың ішінде Ақшақардың өгей шешесі де болады. Өгей шешесі
сарайдың залына кіре бергенде Ақшақарды бірден танып қояды, бірақ бұл жолы ештеңе жасай алмайды. Өйткені ханзаданың нөкерлері ханшайымды дереу ұстап алады. Ханзада оны енді қастандық жасай алмайтындай алыс бір өлкеге жер аударып жібереді. Сол күннен бастап Ақшақар мен ханзада бақытты да ұзақ ғұмыр кешеді.